Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз Sister Stack деген видео түсіргелі отырмыз. Яғни сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз. Не болмаса интернеттен алынған сұрақтарға жауап қайтарамыз. Ең бірінші біздің сұрағымыз ол аты жөніміз. Менің атым Әсел. Менің атым Асыл. Туған жылымыз 91-ші. Мен 1993 жылы, жылдың ең соңғы күнінде туған болдым, 31 желтоқсан күні. Балалық шағымыз туралы. Балалық шағымыз Наурызым ауданы Қараменді ауылында өтті. Біз кішкентай кезімізде бір-бірімізбен осы арамыз бір жас қана, бір-бірімізде қатарлас балалармен ойнап, көшенің шаңын шығарып, құлатып ойнаған болатынбыз жас кезімізде, балалық кезімізде. Кішкентай кезімізде біздің атымызды туғандарымыз қалай атады? Не болмаса птичка дейді ғой. Бізді сары қыз және қара қыз деп айтатын, цветной қыздар деп айтатын. Ал бері келе өзімізден қатарлас өскен кезде бізде рекламаларға қарап M&M's деп айтатын, біздің түстерімізге қарап. Оқуымыз 9-ші сыныпқа дейін біз Жамбыл орта мектебінде оқыдық. 9 бітіргеннен кейін қалаға оқуға колледжге түстік. Одан кейін жоғары оқу орнын сырттай бітірдік. Одан кейін екеуміз де жұмыс істедік. Жұмыс істеп жүріп, сырттай оқу оқып бітірдік. Содан соң тұрмысқа шықтық. Жұмыс орны. Жұмысты біз осы Наурызым аудандық орта емханасында бастаған болатынбыз, бухгалтер болып. Біздің мамандығымыз бухгалтер экономист. Екеуміздің мамандығымыз бірдей, екеуміз бір колледжде оқығанбыз, біздің кураторымыз бір болған, жоғары оқу орнында да біз бірдей мамандық иесі болып шықтық бітіргенде. Қазір немен айналысасыңдар? Қазір біздің балаларымыз бар, декреттік демалыста отырмыз. Мен қазір декреттік демалыста үйде отырамын, балаларды бағып. Ал менің бір қызым бар, мен қазір осы өзімнің мамандығыммен жұмыс істеп, бухгалтер, есепші мамандығы болып жұмыс істеп. Біздің қыздарымыздың аты Үнжу. Менің қызымның аты Ақнұр. Менің балам, оның аты Алинұр, ол қазір әжесімен отыр. Қызым 2 жас. Біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар. Сіздерге бір айтатын жаңалығым бар. Ол менің сіңілім Асыл өзіне жақын арада арнасын ашады. Сол ашқан кезде мен сіздерге хабарлаймын. Қарап отырыңыздар, менің арнамнан алыстамаңыздар. Сау болыңыздар.